шығарған. Фарабидің музыка жөніндегі әлі жұртқа белгісіз зерттеулер бар екен. Тіптен сонда музыканың қиратқыш күші туралы тіптен өзі өсиет етіп, бұны халыққа жариялауға болмайды деп қалдырған еңбектері бар екен. Музыканың өзі екіге бөлінеді. Бірі адамды ізгілікке бастайтын музыка, әсіні көйін қиратқыш музыка. Мәселен, қазір біз сол қиратқыш музыканың құшағындамыз. Кезінде Гитлерден сұраған мынау шығыстағы жаулап алған елдерге қандай саясат қолданамыз деп. Сонда Гитлер айтқан, оларға ертеден кешке дейін музыка бере беру керек, ойлануға, кітап оқуға мүмкіндік бермеу керек. Өйткені рухани жағынан саяз адам қашанда өзін бақыт сезінеді деген. Қазір бүкіл әлемді қиратқыш музыка жаулап алды. Ал енді міне осылардың барлығы дінге қарсы жұмыс жасап жатыр.